Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Баршаңызға Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Жалпы аш жүрудің қандай болатынын ораза ұстаған жамағат жақсы түсінеді. Рамазан айында дүйсенбі және бейсенбі күндері және тағы да басқа нәпіл оразаларда Алла ризашылығы үшін ұстасаңыз келесідей сезімдер сіздің де басыңыздан өтетін болады. Аштық халде көңіл тыныштығы мен зейін, яғни жады күштілігі, ал тоқтықта ақымақтық пен ұмытшақтық пайда болады. Екінші ерекшелігі аштық халде жүрек жұқалығы, яғни сезімталдық болады. Сонан дұға мен ғибадаттардан ләззат алынады. Тоқтық сәлде жүрек қатаяды да ғибадаттан ләззат алу мүмкін болмайды. Үшінші ерекшелігі аштық халде қарапайымдылық пен мінез жұмсақтығы, ал тоқтықта тәкаппарлық, мақтаншақтық, ашу халі болады. Төртінші ерекшелігін айтатын болсақ, аштық халде кедейлер мен аш жүргендердің қамын ойлау, ал тоқтық халде оларды ойламау мен бейқамдық көрініс табады. Келесі ерекшеліктері аштық халде нәпсілік армандарға деген әуесқойлық басылады. Тоқтықта керісінше іске асады. Аштық халде ширақ әрі сергек болады. Тоқтық халде ұйқы мен ғапылдық, жалқаулық болады. Аштық халде ғибадат пен құлшылықты жалғастыру оңай, ал тоқ болғанда жалқаулық пен осалдық басым. Аштық халде денсаулық жақсарады, керісінше тоқтықтан түрлі аурулар пайда болып, дене әлсірейді. Аштық халде денеде жеңілдік пен рахат болады, тоқтықта ауырлық басады. Аш жүрудің 10-шы ерекшелігі аштық халде садақа беру сияқты қайырымдылық пен инфақ жасау сезімі көбейеді. Бұл да құлды қиямет күнінің үрейлі ыстығында салқын көлеңкеге жеткізеді. Ал тоқтық халде сараңдық пен ысырапқорлық пайда болады да құлды зиянға ұшыратары анық. Міне ораза ұстаудың, яғни адамның аш жүруінің осындай ерекшеліктері мен пайдалары бар екен. Ұстаған оразаларыңызды Алла тағала қабыл етсін, құрметті көрермендер. Аман сау болыңыздар. Қолдауларыңызға мың алғыс.